Облыста славян жазуы мен мәдениеті күніне арналған бір қатар шара өтті. Островский атындағы орыс драма театрында славян жазуларының негізін қалаушы Кирилл мен Мефодийден бастап бүгінгі күнге дейін жеткен үздік туындылар мен салт дәстүрлер насихатталды. Украин және Беларусь этномәдени бірлестіктерінің қолдауымен орыс мәдениеті орталығы ұйымдастырған іс-шарада қонақтар славян халықтарының салт дәстүрімен танысып, орыс халық аспаптары оркестрінің өнерін тамашалады. Бұл концертте көп ұлттық шығармалар, әртүрлі ұлттың шығармалары, тек қана орыс халық аспаптарының арналған шығармалар емес, қатармен Украин халқының классикалық музыкалар ойналатын болады. Әртүрлі ұлттың оқулары, хор және де біздің оркестрдің орындауында орыс халық аспаптары шығармалары, орыс халыққа арналған Калинка Городовская және классикалық шығармалар, әндер ойнатылады. Көрермендер оркестрдің орындауында орыс халқының калинкасынан бастап әлемдік классикаға айналған Бақшасарай фонтанын, Абайдың көзімнің қарасын, Құрманғазының балбырауынын тыңдап, музыканттардың шеберлігіне тәнті болды. Сондай-ақ славян халықтары тілінде өлең шумақтары оқылып, романстар мен әндер де шырқалды. Нам очень радостно, что, несмотря на все... Көршілес елдердегі күрделі геосаяси ахуалды ескере отырып, халықтарды өзара достастыратын, бірін-бірі құрметтеуге, қадірлеуге тәрбиелейтін осындай шаралардың маңызы зор деп санаймын. Бүгін біз Қазақстанда орыс, қазақ, Беларусь деп ұлт-ұлтқа жік-жікке бөлінбей, бір шаңырақ астында ынтымағымыз жарасып, тату-тәтті өмір сүріп келеміз. Мәдениетіміз бен тарихымызға құрметпен қарап, бір сахнада бірлесіп, өнер көрсетудеміз. Түсіне білген адамға бұл үлкен бақыт. Ұйымдастырушылардың пікірінше, бүгінгі күрделі геосаяси кезеңде ұлттар мен ұлыстардың ауыз біршілігі мен өзара татулығын, олардың өзге ұлттың мәдениеті мен тарихына деген ықылас құрметін насихаттау аса маңызды. Сондықтан аталмыш іс-шараның рөлі орасан зор. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Исжанов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.